Yönge salımızı nasip etsin. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Suratul Ma'un. Ma'un degen en soңғы ayatта kelgen söz uydagi usak tüyük narseler. Yani kerek жарак, uydun kişine usak tüyük kerek narseleri soңғы ayatта ol sonday adamlar сол Ma'un yani eşin usak tüyük narsenin özüne кыйым салат берүүгө деген мағынада айтылганда. Сондықтан осындай бір сүре алайда негізінде ішінде көп мәселелер қарастырылады. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим. Сүреміз көріп тұрсыздар 7 аяттан тұрады. Аудармасы мына Құран кізетте берілген, алайда Құран кізеттегі мағынаны қалай өзгертетінімізді грамматикалық талдау барысында сіздерге көрсететін боламыз. Бұл жерде әлләзи көріп тұрсыздар 2 рет келіп тұр. Үшіншісі әлләзина деген көпше түрде келіп тұр. Әлләзиннен кейінгі мына жерде тағы бір әлләзин келіп байланып тұр. Олар нені білдіреді дейтін болсаңыздар, қазір соған тоқталатын боламыз негізінде аяттардың әрбіріне. Нестағиду билlah. أرأيت الذي يكذب بالدين деген аят. Садақаллаху азим. Дин дегенде енді дінді өтірікке шығарған деп жүрміз. Тәфсір кітаптарына қарайтын болсаңыздар, ақырет күніндегі жазаның, есептің бар екендігін жоққа шығарады. Өйткені әддин сөзі дін деумен қатар қиямет дегенді де білдіреді. Қиямет күніндегі есеп, яғни жаза. Жаза деген сөз қазақшада біраз тек қана болымсыз мағынада қолданып кеткен. Жаза деген сөз сенің лайықты болған нәрсеңді беру деген сөз, сыйыңды. Жақсылық болса сыйың, жамандық болса азапты беру деген білдіреді, жаза сөзі. Сондықтан дин сөзі бізде қысқаша дін дегенді де білдіреді, алайда тәфсір кітаптарына қараған кезімізде ақыретті жоққа шығарған кісіні көрмейсің бе? Бұл жерде енді қарасайшы мына кісіні деп тұр ғой, енді өтірікке шығарған кісі дегенде сөздеріне біраз қарайық. Құраны біз Наср сүресінде өткен едік. Нестағиду билlah ида жаа насруллахи вал фатх ва раайтан наса деп келген еді. Сол раайта бұл аятта да келіп тұр. Басындағы аға қазір тоқталамыз не екендігіне. Келесі сөзіміз кәззаба, бұл 2-ші бапта келген етістік. Саббахаға ұқсайды. Формасы кәззаба, саббаха, юкәззеб, юссабе, яғни формасы бірде, 2-ші бап. Негізі кәззаба өтірік айту дегенді. Түбірі бұның. Ал кәззаба деген сөз өтірікке шығару, жалған деп санау, жалған деп айту. Яғни апроверг айтып қой, енді былай қарағанда қабылдамау дегенді білдіреді, өтірікке шығарды деп сондықтан аударып жүрміз. Кәззаба, түбірі кәззабадан келіп тұр. Кәззаба өтірік айтты деген. Кәззаба екізебу деген етістік негізі түбірі. Бұл түсінікті ме? Кәззаба деген түбір етістігі. Түбір етістігіміздің осы жағы екізебу, ал мына бапта болғандықтан юкәззебу. Кәззеб, тәкзеб мастары. Мукәззеб, уәйлүлліл мукәззебин деген келесі сүрелерде келеді ғой. Сол өтірікшілерге Аллахтың несі болсын, лағнеті болсын. Нендей өкініш дегенде жоққа шығарушылар үшін айтылады. Мукәззибун, мукәззибин деп. Мукәззаб өтірікке шығарылған нәрсе дегенді білдіреді. Бұл кәззабаға байланысты. Енді аятты жеке-жеке талдап бастаймыз. Раайта сен көрдің. Сұрақ белгісі қыздар біздегі. Раайта көрдің бе? Бұл жерде шын мәніндегі сұрақ емес бұл. Көрдің ба, көрген жоқсың ба деп тұрған жоқ. Көрмеймісің, мынаны қарасайшы деген мағынада дейікші. Раайта сен көрмеймісің. Кімді? Біз айтпаймыз ба, кімді көрмеймісің дейміз ғой. Сонда юкәззибу биддин деген әшейін сөйлемді алатын болсақ, ол ақыретті немесе дінді өтірікке шығарады деген сөйлем. Алайда әлләзиден кейін келсе, дінді өтірікке шығаратын кісіні дейміз біз. Шығаратын кісі деп қалып қаламыз ғой біз қазақшада. Кісі деген сөзді дәл ештеңе білдіріп тұрған жоқ, бірақ әлләзиді қосып
Дінді өтірікке шығаратынды көрдің ба деп айтсақ та болады қазақша. Дінді өтірікке шығаратын кісіні көрдің ба деп те айтсақ та болады, өйткені бұл жерде кісі мақсат етіліп тұр. Бұл өтақта өткенде де әлләзиді біз бірнеше рет көрдік қой қазірге дейін. Дәл сондай нәрсе. Юказибу биддин, ол өтірікке шығарды. Әлләзи юказим тот, кто или который опровергает религию, или же не верует, или считает ложью религию деген мақсатта. Араайталлази юказзибу биддин. Енді әлләзи бұл жерде анықтауыш болып келіп тұрған жоқ. Естеріңізде болса, мә есім болады, әлләзи де есім болады, бірақ әлләзи sıfat, yani anықтауышта болып келе алады. Мысалы, араайталлази арраджуля, бір адамды көрмедің ба десек, арраджуля бізде толықтауыш мәфул бихи болатын еді. Әлләзи оның анықтауышы болатын еді. Ал енді сол арраджулюді алып тастап, келе әлләзи юказзиб деп тұр. Негізінде әлләзи арабшада әл артикль ретінде қаралады. Вообще терең грамматикаға кететін болсаңыздар. Бұл араайта әл муказзиба дегенді білдіреді. Өтірік айтқан кісіні көрмеймісің?Аңыздаршы, бағана исм фаил дедік қой. Өтірікке шығарушы. Сонда өтірікке шығарушы дегеніміз бізде толықтаушы емес па? Олай болатын болса, әлләзи араайтаның мәфул бихисі деп қаралады. Юказзиб сылат маусул, соны мағынасын айқындайтын сөйлем деп қаралады. Бұл түсінікті ме? Араайталлази юказзибу демек, араайтал муказзиба деген сөз. Алайда муказзибте біз өткен шақ па, осы шақ па біле алмаймыз. Ал әлләзимен келгенде осы шақ па, өткен шақ па біле аламыз. Сондықтан мына түрінде берілмей, аятта әлләзи түрінде келіп тұр. Юказзибтің ішінде хуа бар деп қаралады. Ол хуа кімге қайтады десек, әлләзиге қайтады. Әлләзи өйткені есім болып қаралады, и ол бұл жерде толықтауыш болады. Харфужар бимен келеді, юказзибу биддин. Иғрабына қарайтын болсаңыздар, басындағы хамза деп аталады. Лил истифхам, сұрақ үшін. Раайта фи'л мадин, та дамир, есімдік. Фи махалли раф'i фа'ил, фа'илдің, яғни бастауыштың атау септігінің орнында тұр, яғни бастауыш болып тұр. Раайта, көрдің бе дегенде, көрдің, итақта бізде мына жерде кім істеп тұрғанын көрсетеді ғой. Сол сияқты мына жердегі та арабшада бастауыш болып саналады. Әлләзи исм маусул, фи махалли насби мәфул бихи болып тұр, жасымен боядым. Өйткені мәфул бихидің орнында тұр. Егер де біз оның орнына әл-муказзибті қойсайдық, тікелей әл-муказзиб бізде мәфул бихи болатын еді. Неліктен бұлай фи махалли дейді? Өйткені әлләзи өзгермейтін сөз. Мәрфу болса да, мәнсуб, қай септікте тұрса да, әлләзи сол күйінде қалады. Онда біз оның сөйлемдегі қызметіне қарап, атау септігіндегінің орнында тұрса, атау септігіндегі бастауыштың орнында тұр деп айтамыз. Толықтауыштың орнында тұрса, табыс септігіндегі толықтауыштың орнында тұр деп мынандай түсініктемелер беріледі. Юказзибу мудари фи'л марфу, өйткені басында қосымшалар жоқ, білесіздер. Биддамма фа'илі мустатир тақдируху хуа. Қай қайтады десеңіздер әлләзиге. Ал жүмләт юказзиб сылат әл-исмил маусул. Үнемі айтып отырады осындай. Бұның, ал қазақшада болса бұны біз анықтауыш бағыныңқылы сөйлем дейміз де, жаңағындай. Өтірікке шығаратын адамды көрдің бе деген кезде, который деп келетін сөйлем ғой. Орысшада определительно придаточное предложение деп аталады. Бұл түсінікті ме, қыздар? Бұл жерге дейін сұрағымыз бар ма? Араайталлази юказзибу биддин. Әдетте тәпсірге қарап үйреніңіздер. Жағада көрсеткеніміз сияқты, мысалы, Кәусар емес, уже біздің сүреміз Мәғун сүресі. Сөздердің түсініктемелері беріледі дедік бағана біз. Мысалы, арай биддин дегенде не мақсат етілген екен? Билбәғс, қайтадан тірілу. Уәл жаза, ақыретте жазаның берілетіндігін өтірікке шығару. Қараңыздар, ғарибул Құр'ан лил Худариде осындай ол сөзге түсініктеме беріп тұр мысалы. Еді тәпсір кітабына қарайық, мысалы, Муяссар ең жеңіл тәпсірлерден бірі. Мұнда да қараңыздар. Арайта хәлә зәликәлләзи юказзибу билбәғси уәл жаза. Әлігі ақыретте қайтадан тірілу мен жазаға тартылуды өтірікке шығарып жатқан кісіні көрмейсің бе, қарамайсың ба деген түсініктеме берген екен. Мұхтасар тәпсірге қарасаңыздар да, бұл жерде қараңыздар, не дейді? Хәл арафталлази, таныдың ба әлгі кісіні деген мағынада бар, араайтада дейді.
Yukazibu bil ceza yevmel kıyame. Kıyamet günündeki jaza, yani jaza деген сөз адамдардың есепке тартылып, соның сыйын бірде жазасын көруді, өтірікке шығарып жатқан адамды таныдың ба деген мақсатта, мағынада бар деп тәпсірлерде әртүрлі осындай толық мағыналарын беруге әдетте тырысады. Бұл түсінікті ме бұл жерге дейін? Арайталлази юказзибу биддин. Келесі аят настаиду билла. Би харфын жарын сұрайыншы деген едім. Бұл жерде Иә. би қандай мағынада келіп тұр? Сонда мысалы біз би дегенді обычно мен пен деген сияқты ше бірге деген. Дұрыс айтасыз. Өте жақсы, орынды сұрақ. Арабшада жетістіктер харфы жарлармен бірге жатталу керек. Кейбіреулер толықтау үшін тікелей алады да, ал кейбір жетістіктер толықтау үшін харфы жармен алуы мүмкін. Мына жерде келіп тұрған сияқты. Юказзибу дина деп айтуға болатын еді, алайда бұл бимен келеді. Юказзибу дина демей биддин дегенде не өзгереді? Мағына күшейеді деген сөз. Артқан сайын мағына күшейе береді арабшада. Бұл түсінікті ме? Яғни би, дін, мен деген. Негізі етістіктер, любой етістікті бимен қолдануға болады. Егер бір нәрсемен деп айтқыларыңыз келсе, бисурға дейсіздер, мысалы, тездетіп, иә? Мұны любой етістікпен қолдана бересіз. Өйткені хәлді білдіріп тұр да. Ал кейбір етістіктер өздері харфу жермен келеді. Мысалы, бүгінгі неде де келесі аяттарда сіздерге көрсетемін соны. Келесі аяттарда харфу жермен келгендерді көреміз. Настағиду билла, фазаликаллази яду'ул ятима. Әлі бірге ауыстырайын, чтобы қарап. Фазаликаллази яду'ул ятим. Бұл жерде аудармасында, бастағы аудармасында не деп берілді? Міне сол жетімді қақпайлағанды деп, бұны мына шығарғанды, қақпайлағанды деп кабута екінші анықтауыш сияқты берген екен. Кабута көрмедің бе әлгі өтірікке шығарғанды, жетімді қақпайлағанды деп екінші анықтауыш ретінде біздің неде аударылып тұр. Ал иғрабына қарайтын болсаңыздар, біз бұл жерге қандай мағына беруіміз керек көретін боламыз. Иғрабында мына басындағы фәға келейік басында. Фә не үшін келіп тұр? Өткенде шарттың басында, жауабының басына бұйрық рай болғандықтан фә келді деген едік. Ал бұл жердегі фә не дейтін болсаңыздар дейді. Егер оны білмейтін болсаң, танымаған болсаң, ол мынандай кісі деп танытуда негізі мынандай басында бір шарт мағына бар. Ол бірақ көрінбейді, түсіп қалған. Соның жауабы ретінде есімді сөйлем келгендіктен басына фә келіп тұр деп иғраб жасайды. Қайтадан қайталайын. Негізі бұның басында ананы көрдің ба, таныдың ба? Танымаған болсаң, ол пәленше деп түсіндіргенде, сол танымаған болсаң, білмеген болсаң деген сияқты бір шарт мағынасы бар. Соған байланысты фә келіп тұр дейді. Мұндағы фәнің мағынасы. Зәлика ұзақтағы бір кісіге көрсететін сілтеу есімдігі. Ол, сол деген. Егер танымаған болсаң, ол, сол адам кім дейді? Әлләзи яду'ул ятим. Негізі бұл жерде зәликамыз мүптада болып тұр. Әлләзиміз тікелей хабар, баяндауыш болып тұр. Әлләзиді соның кейін мағынасын ашықтайтын сыйла жүмлесі. Сыла дегеніміз жаңағы бағының қылы анықтауыш сөйлем келіп тұр дейік. Да етістігін қақпайлайды деп түсіндірген екен. Ал тәпсірге қарайтын болсаңыздар, қыздар, тәпсірде ол жай ғана қақпайлау емес, ол көрсеткім келіп тұр мына жерде. Ол жай қақпайлау емес, ол жетімде кімді айтатындығын түсіндіреді, қараңыздар тәпсірінде. Фазаликаллази ядфа'ул ятима, жетімді, қайын жетім, аллази мата абуху, әкесі қайтыс болған, уахуа сағир, және ол кішкене, яғни кішкене күйінде әкесі қайтыс болған, әлі жасы кішкене балағатқа жетпеген. Қалай итеру? Би'унфин ва шиддатин, сондай күшпен жекіп тұрып бетіп, итеріп жүреді ғой бетіп. Сондықтан мен сіздерге кішкене және де оны хаққын алып қойып итеріп деген сияқты сондай қатыгездікпен итеруді айтады. Жай қақпайлау емес, ол кәдімгідей былай итеріп жіберуді айтады да, қолмен күш қолдана отырып деген сияқты. Ол етістіктің өзінің толықтауышы бар, ятима деген көріп тұрсыздар.